оқушылар. Отырыңдар. Бүгін сынып түгел ғой, иә? Сыныпта бәрі түгел. Ал оқушылар, бүгінгі топқа бөлінген кезде өздерің байқадыңдар ғой, иә? Біз қандай тема қаласынан қандай сурет шыққанын, иә? Қандай сурет шықты бізде? Түсінікті ғой, иә? Бүгінгі жаңа сабағымыз тақырыбы. Антивирустық қауіпсіздік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы антивирустық қауіпсіздік. Бүгін вирус жұққан компьютерлердің белгілерін ажыратамыз. Антивирустық программалардың жұмыс принципі түсініп, вирустан қорғану жолдарын үйренеміз. Енді оқушылар өткен сабаққа осы қорапшамыз ішінде өткен сабақ бойынша сұрақтар болады. Қанекей кім жауап береді? Компьютерлік желілер тестілігіне қарай қандай тізімге бөлінеді. Олар екіге бөлінеді: вирустық және мемлекеттік. Жергілікті желі дегеніміз ол шектеулі аймақта орналасқан компьютерлерді біріктіреді. Дұрыс. Қанекей мына топтан кім жауап береді? Аймақтық желі дегеніміз не? Бір қалада немесе бір аудандағы компьютерлердің бірігуі. Нәтижесіндерге бағалау парағын бердім, өзіңіздердің бағалайсыңдар. Сабақтың соңында аты жөндеріңді жазып, қанша бал алғандарын жазып бересіңдер. Компьютерлік вирустар бұл жүйеге зиян келтіретін, жеке деректерді ұрлайтын, немесе жарнаманы көрсету арқылы компьютер жұмысын ыңғайсыз ететін бағдарламалар. Вирустардың түрлері. Ал оқушылар түсіндер ғой, антивирустың қандай екенін, иә? Вирус қай уақытта шыққанын, иә? Кім айтып береді маған? Қашан шықты бірінші вирус? Қашан көрсетілді? Вирус деген 1984 жылы ең бірінші вирус шықты. Ол қандай? Айтам. Желідегі ең ауқымды вирус ол 1988 жылы шыққан. Оны Морис шабуылы, Морис құрты деп атады. Кім толықтырады? Вирус дегеніміз, вирустың компьютерде бар екенін белгілері бізге рекламалар көрсете береді, компьютер қатады, немесе өшіп қалады, және оның вирустың бізге кірді рекламалар жібереді, оның біздің вирус кіруімізге флешкалардан кіреді, және бізге электронды почта арқылы кіреді, және тағы басқалары. Антивирус дегеніміз сол вирусты 90%-ға дейін жоятын вирустың қорғанысы. Толықтырасың ба? Толықтырады. Және айта кететін болсақ, антивирус дегеніміз ол компьютердағы вирусты бір вирус болатын болса, оны іздеп тауып компьютерден жоқ қылып жібереді. Ол бізге вируспен жоюға көмек береді. Ал енді оқушылар, осы өткен сабағымызда сендерге қазір постер жасау керек болады. Сол жаққа вирус тобы, вирус туралы жазып шығасыңдар. Түрлері, жүктелуі деген сияқты. Антивирус жаққа антивирус туралы жазып шығасыңдар. Оқушылар, осы берілген тақырып бойынша сендерге жүктілік жұмыс болады мына жерде. Жүк болып бөлінді. Мына берілген парақ бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Кім жылдам орындайды, соған балл қосылады. Tapsırmamız
Бізде мына вирустардың түрлері бойынша кесте берілген. Сол кестеде плюс-минус қойып шығасыңдар. Қайсына жататынына қарай плюс, егер оған жатпайтын болса, минус белгілерін қойып шығамыз. Кесте тарап берейік. Алды, тарап. Қараңдар, әркім өз парағына қарай, сағат түні бойынша ауысып, бір-бірлеріңіздің жұмысыңызды тексересіз. Бір-бірлеріңе беріңдер, тексеріп шықсын. Қайтадан өз-өзімізге ауыстырып аламыз. Бағанағы мен бірінші берген бағалау парағына балдарын жазып шыққандар болады. Ал оқушылар, сабағымыз қорытындылау үшін сіздерге тағы да нақты сұрақтар дайындап қойдым. Қайтадан соны қорытындылап жіберейік. Бүгінгі сабақтың тақырыбын вирус жұққан компьютерлердің белгілері қандай болады? Әнеки компьютер бармай тағы? Вирус жұққан компьютердің белгілері көп. Мысалы компьютер үнемі қатады, және компьютер үнемі өсіп қалады. Вирус кірген компьютерлер көбінесе қатады, өшіп қалады, өз жұмысын дұрыс жасамайды, немесе баяу істейді. Және файлдар, суреттер жоғалады. Көп реклама көрсетеді. Толықтырады. Бір сұраққа жауап берсем алды. Антивирустық программалардың жұмыс принципі қандай? Антивирустық программалардың жұмысы ол компьютердағы бір нақты бір белгісіз файлдарды қарап сол белгісіз бір программалар немесе файлдар болатын болса, сол вирусты компьютерден жою. Үшінші айтамын. Вирустан қорғану жолдарын білесіздер ме? Мысалы, вирустан қорғану жолы біріншісі белгісіз приложенияларға кірмеу керек, екіншісі аты аталмаған жаңағы мысалы сайттарға кірмеу керек, үшіншісі болды. Үшіншісі айтып? Айта ғой, толықтыра ғой. Үшіншісі интернетті өзіміздің пайдамызға ғана жарату керек, пайдаланбайтын болсақ интернетті өшіріп қою керек. Стикерді сол жаққа қоясыңдар. Мен түсінген сияқты деген жерге сол жаққа стикер қоясыңдар, бірақ қай жағын түсінбедіңдер, соны жазсаңдар болады. Және де маған көмек қажет деген жерге де қай жағынан түсінбедіңдер, соны жазсаңдар болады. Қазір мен сендерге стикер таратып беремін.